Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді қуырдақ рецептімен бөлісетін боламын. Бұл қойдың етінен жасалынады, әрі жұп-жұмсақ болып піседі, әрі тез піседі. Өйткені тез пісудің себебі жас малдың еті. Бауырсақтың рецебін описанияға қалдырып кетем, толығы YouTube каналымда. Және де видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться батырмасын басып қолдап кетіңіздер. Бізге керекті құйрық майымен бірге іш май, және де ет, бауыр, бүйрек, және де картоп, сарымсақ, лавр жапырағы. Одан кейін соевый соус керек, қызыл бұрыш, қара бұрыш, және де тұз дәміне қарай. Одан кейін томатный паста керек болады. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды, сол себепті лайк басып, комментарий қалдырып қолдап кетіңіздер. Табамызға май, сұйық май құямыз, және де құйрық майымыз бен іш майымызды бірге салып, қуырып алатын боламыз бір 10 минуттай. Он минут қуырылды, үстіне етімізді, бауырымызды, бүйрегімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырдағымыз свежий еттен жасалынып жатыр, және де қойдың еті жұп-жұмсақ болып піседі, әрі тез пісетін болады. Етімізді жақсылап араластырып, бетін крышкамен жауып, бір 10 минутқа қуыратын боламыз. 10 минутымыз өтті. Енді қасықпен жақсылап араластырып, етімізге соевый соустан бір ас қасық саламыз. Қара бұрыш дәміне қарай, және де тұз, қызыл бұрыш, бір ас қасық томат салып, жақсылап араластырамыз. Томатный паста салғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап араластырып, жай отқа 20-25 минутқа қоямыз. Етіміз мінеки 25 минут қайнады. Жақсылап қасықпен араластырып, үстіне лавр жапырағы мен қайнаған судан сәл толтырмай құятын боламыз. Бетін крышкамен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Өйткені малдың еті тез піседі, сол себептен жарты сағатқа қоямын. Жарты сағатымыз қайнады, етіміздің дәмін, тұзын көреміз. Сәл ғана тұз жетіспейді. Қазір мінеке картоптан кейін тұз салатын боламыз. Картопымызды саламыз, жай отқа 20-25 минутқа пісіреміз. Мінеке картопымыз қайнап жатыр. 20 минуттай өтті. Картопымыз піскен. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ. Етімізді көреміз қазір. Етімізді жұп-жұмсақ болып піскен. Мінеке қуырдағымыз дайын. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып піскен. Картопымызды көріп тұрғандарыңыздай мінеки жұп-жұмсақ, еттің арасы да піскен.
жұп-жұмсақ болып піскен, және де бауырсақтың рецепті YouTube каналымда. Бауырсақпен жесеңіздер өте дәмді болады. Және де менің каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.